Бәріне сәлем, менің есімім Санжар Айдар. Видеоның атынан байқағандарыңдай, бүгін мен бірде-бір жігіт тұра алмайтын 5 сөйлем жайында сөз қозғаймын. Негізінде бұндайлар өте көп, бірақ осы қажетті сөйлемдерден кейін жігіттер өздеріне деген сенімділігі артып, бұрын соңды болмаған бақытқа кеңеледі. Және кей кезде қыздар бұл нәрселерді айтып жататындарын өздері де байқамай жатады. Сол себепті бұл видео сендерге қызық болады деп ойлаймын. Бүгін қыздардың байқамай айтып қалатын, бірақ жігіттерге өте қатты әсер ететін сол бір фразалар жайлы сөйлесуді жөн көрдім. Бұның барлығын саналы түрде қолданған жөн. Себебі, егер сен бұл 5 фразаны бірден кейін бірін айтатын болсаң, бұндай ешқандай нәтиже шықпайды. Яғни әр сөзді қолданудың өзінің уақыты мен арнайы сәті болады. Дайынсың ба? Онда кеттік. Сен әрдайым мені қалай жігерлендіруді білесің. Сонымен, жігіттің жүрегін ерітетін қыздардың айтатын алғашқы сөздері сен кез келген уақытта менің көңіл күйімді көтере аласың. Бұл сөздердің сондай ерекшелігінің бірден-бір себебі, ол жігіт сені ойлағанда қызды бақытты етіп, сергітіп, немесе кем дегенде сенің көңіл күйіңді аз да болсын көтеруді деп ойлап жатады. Және сен оған осы жайлы жылы сөздер айтқаныңда, оның қолыңнан барлығы да келіп жатқанын түсіне бастайды. Осыдан кейін жігіт өзін күшті сезінеді. Себебі оның саған жасап жатқанның барлығының белгілі мәні бар. Онымен қоса жігіт ұнатқан қызын бақытты ету үшін өз қолынан келгеннің барлығын жасайды. Түбінде саған қаншалықты ұнайтындығыңды көрсеткісі келеді. Жігіттің назары сыйлық сияқты, ал сен болсаң сол сыйлықты қабылдап, саған бәрібір емес екенін көрсеттің. Бар болғаны осы. Екінші фраза, сен жаттығу залына барып жүрсің бе? Бұл сөйлем жігіттің спортқа деген қызығушылығын байқап қалған қыздан шынымен де өте керемет естіледі. Қанша жерден қарапайым мақтау болса да құлаққа өте жағымды естіледі. Қалай екенің елестетсем ғой шіркін. Мүмкін жігіт жаттығу залына бармайтын да шығар, бірақ ерте тұрып жүгірсе де дұрыс тамақтануды қолға алып диета сақтаса да айтуға болады. Бұл сөздерді ешқандай жігіт ұмыта алмайды. Себебі ол өзі денсаулығы үшін күнделікті жаттығу залына барып, өз уақытын бөледі. Ал енді көрісіп жатқан қызы осыны барлығын бағалап, жасағанның барлығы бекер емес екенін көрген кезде жігіт қатты қуанады. Сол себепті осы сөздер жігіт миын жарып жіберу мүмкін. Егер сенің ұнатқан жігіттің тура солай жаттығу залына барып жүрсе, сен оған жағымды нәрсе істеп қуантқың келсе, онда осы сөздерді айтсаң болады. Ол шынымен де өте қуанышты болады. Үшінші, мен сені әрдайым қолдаймын. Бұл сөздер алдыңғыларына қарағанда адамға терең ой салады. Себебі осындай сөздерден кейін кез келген адам шынымен де қолынан келмейтін нәрсесі жоқ деп өзіне деген сенімділік артады. Жаңадан қолға алынып жатқан бастауларда жаңа мәселелер мен жаңа қиындықтар пайда болады. Осыдан адамдар бірден өзіне жағымсыз жақтарын көбірек ойлайды. Бұндай қиын қыстау сәттерде демеу болып, қажетті сөз таба білген қыз жігіттің жүрегінен бөлек орын алады. Себебі осындай сөздермен ол қандай жағдай болмасын жігіттің қасында болатынын, оның ішкі күйін сезінетінін көрсетеді. Жігіт болса өз кезегінде мотивация алып, жетістікке жету жолындағы талпынысы арта бастайды. Яғни бұл сөздер шын көңілімен айтылса, саған ешбір жігіт тұра алмайды. Төртінші, сен мына нәрсені жасағанда өте сүйкімді көрінесің. Менің ойымша жігіт осы сөздерден кейін сені өмір бойы ұмытпайды. Себебі тура осы жағымды сөздерді ол өте сирек естіп жатады. Және сол істі жасағанда әрдайым сені еске алып отырады. Мысалы, гитарада ойнау, есеп шығару немесе Құдай сақтасын посуда жуу. Бұл сөздерді ұнатқан қыздан қабылдау шынымен де өте күшті әсерді қалдырады. Сен өте көңілдісің. Бүгінгі айтылған соңғы фразаны барлық жігіттер өз бақытына қарай естігісі келеді. Бірақ осы сөздерді шынымен де көңілді адамға ғана айтқаның жөн. Егер жігіт көңілсіз болса, біріншіден сен оған жағу үшін өтірікші боласың, екіншіден ол өзін ыңғайсыз сезініп қалуы мүмкін. Ал егер саған онымен бірге уақыт өткізген шынымен де қызық болса, онда неге оны жігітке айтып қуантпасқа? Себебі ол өзін көңілді санаса, онымен қоса сен де оны растайтын болсаң, барлығы тек қуанып қалады.
Бүгінге осы айтылған кеңестер пайдалы болып, видео саған ұнады деген ойдамын. Менің ойымша осындай жағымды сөздер кез келген адамның өзіне деген сенімділігін арттырады. Онымен қоса бұларды жігітке ұнайтын бір сұлу қыз айтса. Егер осы сөздердің бірін болсын қолданатын болсаң, онда сен жігіттің назарынан құр қалмайсың. Және сендердің қатынастарың тек алға ғана дами береді. Одан кейін флирт, хат алмасу, махаббат, бірге тұру, үйлену тойы, балалар, ипотека, кредит, ажырасу, қартаю, өлім. Жалпы әдеттегі іс-әрекеттер. Видео ұнаса тез лайк басып, өз пікіріңді төменге жаз. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір менің төмендегі инстаграмыма кірсем болады. Жаңа видеолардан құр қалмау үшін каналға тіркелуді ұмытпа. Сенімен бүгін болған мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.